Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында компот дайындайтын боламыз. Ең алдымен 10 литр суымызды қайнатуға қоямыз. Суымыз қайнағанша жемістерімізді дайындаймыз. Мұнда кептірілген алма менде. Оған қатырылған ежі малина мен малина қостым. Қалауыңызша әртүрлі жеміс жидектер қоссаңыздар болады. Суымыз қайнаған соң жемістерімізді саламыз. 25-30 минуттай қайнатамыз. Мен 1,5 стакан қант қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша, мен қатты тәтті болғанды ұнатпаймын, сондықтан қантын азырақ салдым. Негізі қатты тәтті қылатын болсаңыздар, қантты 2 стакан салсаңыздар да болады. Осылай жарты сағат өткеннен кейін компотымыз қайнап, осылай қызғылт түске боялады. Компотымыз дайын. 10 литр судан 7-8 литр компот шығады. Жасап көріңіздер, бағасын беріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.